сіздің көңіл күйіңізді, қуатыңызды, тіпті салмағыңызды бақылайтын жасырын дирижерлер бар десекше. Көптеген адамдар бұл дирижерлердің өз жұмысын дұрыс атқармай бастағанда ғана олардың бар екенін түсінеді. Бүгінгі тақырыбымыз денеміздегі ең маңызды жүйелердің бірі, яғни эндокринді бездер және олардың қызметінің бұзылуынан туындайтын аурулар туралы болмақ. Біз бұл кішкентай, бірақ өте күшті бездердің қалай жұмыс істейтінін және олардың дисфункциясы денсаулығымызға қалай әсер ететінін білу арқылы ерте диагностика мен алдын алудың маңыздылығын түсінеміз. Бұл білім сізге тек жалпы мәлімет беріп қана қоймай, өз денсаулығыңызға деген көзқарасыңызды өзгертеді. Эндокринді бездер бұл гормондар деп аталатын химиялық хабаршыларды тікелей қанға бөлетін мүшелер. Бұл гормондар денеміздегі зат алмасудан бастап өсуге, ұйқыға, көңіл күйге дейінгі барлық дерлік процестерді реттейді. Оларды денеміздің ішкі байланыс желісі деуге болады. Мысалы, қалқанша безі энергия деңгейіңізді және зат алмасуды реттейді. Ұйқы безі қандағы қант мөлшерін бақылайды. Ал бүйрек үсті бездері стресске қарсы тұруға көмектеседі. Енді осы бездердің жұмысы бұзылған кезде не болатынына тоқталайық. Өкінішке орай, эндокриндік жүйедегі кішкентай ақаудың өзі үлкен мәселелерге әкелуі мүмкін. Мысалы, қалқанша безі гормондарды тым көп бөлсе, гипертиреоз, адам арықтап, жүрек соғуы жиілеп, тітіркенгіш болады. Ал керісінше, тым аз бөлсе, гипотиреоз, салмақ қосып, енжар болып, шашы түсуі мүмкін. Ұйқы безінің инсулин өндіру қабілеті төмендесе, қант диабеті туындайды. Бұл қазіргі заманда кең тараған аурулардың бірі. Сонымен қатар бүйрек үсті бездерінің дұрыс жұмыс істемеуі Аддисон немесе Кушинг синдромы сияқты күрделі жағдайларға әкелуі мүмкін. Бұл аурулардың әрқайсысы адамның өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді, бірақ ең бастысы, олардың көбін ерте анықтап, емдеуге болады. Дәрігермен кеңесу, дұрыс тамақтану және белсенді өмір салты эндокриндік жүйенің денсаулығын сақтаудың кілті болып табылады. Бұл тақырыптың жалғасы ретінде келесі видеода біз осы аурулардың алдын алу және емдеу жолдарына тереңірек тоқталамыз. Келесі видеомызды жіберіп алмау үшін экрандағы келесі бейнені басыңыз.